Табысты адамдардың құпиясын білсем, мен де табысты болар едім деген секілді ойлар сізді де мазалайтын болса, бұл видео сізге арналған. Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода біз табысты адамдарды биікке жетелейтін қабілеттердің бірін саралайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазіргі таңда адам табысты болу үшін қандай қасиеттерге, қандай қабілеттерге ие болу керек? Мысалы, 17 ғасырда атқа мініп қылышты керемет ұстау өте маңызды болса, қазіргі таңда өмірімізде бұл қабілет қолданыла бермейді. Ал өткен ғасырдың 70-80 жылдары компьютерде жұмыс істеу трактормен жұмыс істеумен бірдей болып келген болса, қазіргі таңда компьютермен жұмыс істеу өмірімізге өте үлкен мәні бар дағды болып келеді. Ал трактор айдау қазіргі барлық адамға қажетті бола бермейтін қабілет болып келеді. Тракторист ағаларымыз аман болсын. Қазіргі таңда көпшілік адам өздерінің тапқан табысының көп бөлігін өміріне қажетті болатын заттарға жұмсап жатады. Яғни жалақыдан жалақыға дейін өмір сүреді. Және де барлығы деліп көпшілік адам кредиттарын, яғни қарыздарын жабуға жұмсап жатады. Осылайша адам мемлекетке, жұмыс берушісіне, банкке тәуелді болып келеді. Қазіргі таңда керемет мамандық иесі болу, тіпті айына миллиондап табыс табудың өзі жеткіліксіз болып келеді. Өз уақытысында әлемге әйгілі болған Ван Гог суретшісінің өзі өмірінің соңында кедейшілікте өмір сүріп, жоқтықта дүниеден өткен деседі. Өте өкінішті. Ерте ме кеш пе өзіміз барлығымызды қаржылық тәуелсіздікке жеткенімізді қалаймыз. Балаларымыздың болашағын ойлаймыз. Зейнет жасына жеткенде ешкімге тәуелсіз болуды ойлаймыз. Яғни зейнет жасын ойлаған кезде ойымызға зейнетақы келеді. Мемлекет бізді белгілі бір көлемде қаржымен қамтамасыз етіп қорғайтын болады. Қазіргі таңда барлығымыз жұмыс істеп жатырмыз. Сол жұмысымыздан алатын айлығымыздың бір бөлігі зейнетақы қорына жетеді. Зейнет жасына жеткен кезде сол зейнет қорынан бізге зейнетақы беріледі. Бірақ өкініштісі, барлық зейнеткерлер өздерін қамтамасыз ете алмайды. Себебі зейнетақының көлемі өте аз. Ал дамыған елдерде жағдай қалай? Елімізге келіп бақытты болып жүрген туристерді көріп жатамыз. Керемет, е? Неге ол кісілерде барлығы тамаша? Олар қалайша айдан айға айлығын күтпей, зейнетақысын күтпей, осылайша керемет елді аралап жүр. Біз қалайша осы дамыған елдердің азаматтары секілді өмірге жете аламыз? Және де ол қай уақытта болуы керек? Мұқият болыңыздар. Қазір біз сіздерге құпияның бетін ашатын боламыз. Дамыған елдерде, Батыс Европа елдерінде, не болмаса Америка құрама штаттарында негізгі табысты болатын адамдардың көпшілігі өздерінің табысының бір бөлігін инвестициялайды. Яғни біздің сұрағымызға жауап та дәл осы жерде. Өзін қаржылай қамтамасыз еткісі келетін адам инвестициялау керек. Мысал ретінде айтатын болсақ, Америка құрама штаттарының халқының 80% қаржылық қорларына, яғни инвестициялауға өздерінің ақшасының бір бөлігін жұмсап отырады. Ал біздің Қазақстанның азаматтарының 1% ғана өздерінің табысқан табысының бір бөлігін инвестицияға жұмсайды. 2020 жылдары брокерлік шоттарда 20 мың ғана қазақстандықтың шоты болған. Ал қазіргі таңда ол шоттардың көлемі 1 миллионнан асқан. Яғни біздің елімізде де инвестициялау, яғни қорға ақша салу біртіндеп басталып келеді. Егер сіз қазіргі таңда инвестициялап бастаған болсаңыз, уақыт өте келе сол инвестициядан түсетін қаржының бір бөлігі сіздің табысыңыздың бөлігінен асып түсуі мүмкін. Яғни бұл сіздің екінші табыс көзіңіз болып келеді. Қазір біз инвестициялаудың бірнеше артықшылығын айтатын боламыз. Бірінші себеп сіздің капиталыңыздың ұлғаюы. Сіздің дұрыс ұсталған инвестицияларыңыз сіздің капиталыңызды ұлғайтып, сізге екінші бір табыс көзі болып келеді. Екінші себеп ол инфляцияны жеңу. Біз инфляция туралы толығымен өткен шығарылымдарда айтқан болатынбыз. Егер қысқаша айтатын болсақ, инфляция дегеніміз ол сіздің ақшаңыздың төлем қабілетінің жоюы. Яғни сіз өткен жыл алған товарды белгілі бір бағаға алған болсаңыз, қазір ол товардың бағасы басқа болып келуі мүмкін. Яғни сіз үйде не болмаса банк шоттарында жатқан ақшаны дұрыс бағытқа инвестициялаған болсаңыз, ол инфляцияның көлемінен жоғары болуы мүмкін. Яғни сіздің салған ақшаңыз дұрыс бағытта жұмыс істеп, сіздің инфляциядан артық пайда келтіріп отырады. Үшінші себеп рискті азайту, яғни дұрыс диверсификация жасау. Сіз барлық ақшаңызды бір бағытқа емес, бірнеше бағытқа бөліп салған болсаңыз, бір бағыттағы инвестицияңыз аз табыс алып келген болса, екінші бағыттағы инвестицияңыз сізге үлкен табыс алып келуі мүмкін. Яғни сіз бірінші бағыттан келген аз табысты, екінші бағыттан келген үлкен табыспен жабасыз. Сонда сіздің табысыңыз арта түседі. Осы айтылған ойларды мен де жасап келемін. Бірақ менің айналамда көп адамдар инвестициялау өте үлкен қаражатты талап етеді. Яғни үлкен қаражатқа ие болған бай адамдарға арналған деп ойлайды. Негізі бұл өте қате ой. Себебі сіз инвестицияны 1000 теңгеден де бастап сала аласыз.
Ол үшін ETF, яғни инвестициялық қорларға салуыңызға болады. Ол салған ақшаңызды акционерлердің барлығы ақшасын жинап, белгілі бір бағытқа дұрыс инвестиция жасап отырады. Мен ақшаға емес, ақша маған жұмыс істеу керек деген қағида үнемі есте болу керек. Сіздің ақшаңыз, сіздің тапқан табысыңыз сізге және де болашақтағы балаларыңызға, не болмаса немерелеріңізге жұмыс істеп 24 сағат бойы сізге табыс алып келуі мүмкін, егер инвестицияны дұрыс қолдана алсаңыз. Егер сіз біз жоғарыда айтқан кеңестерге құлақ асып, қазірден бастап инвестор болуды шешкен болсаңыз, сізге уақытылы дұрыс ақпаратқа ие болып отыру керек. Ол үшін сіз Жусан Analytics Telegram каналына тіркелсеңіз болады. Бұл каналдың мамандары инвестиция әлемінде болып жатқан жаңалықтармен жай ғана бөлісіп қана қоймай, күнделікті қоңыраулар ұйымдастырып, сол жерде сіздерге жаңа идеялар айтуы мүмкін. Және де сіз ол қоңырауға қосылатын болсаңыз, сіз өзіңіздің сұрағыңызды тікелей сол мамандарға қойып, соған жауап алуыңызға болады. Ол каналдың сілтемесін төменге қалдыратын боламыз. Табысты адамдардың қатарына қосылу үшін инвестицияны бастау керек. Ал егер сіз инвестор болу үшін менің білімім аз, неден бастарымды білмеймін деген болсаңыз, сіздерге Жусан Академия ұсынатын жаңа инвесторларға білім беретін курсты ұсынамыз. Бұл курс тегін және де барлық ақпарат толығымен беріледі. Бұл курстың маған өте қатты ұнаған бір жері, сізге ақпаратты толық басынан соңына дейін бергенімен қоса, сіздерге демо-счет беріледі. Ол демо-счеттің ішінде виртуалды ақша болады. Және де ол демо-счетті қолдана отырып, сіз қор биржасында қауіпсіз өзіңіздің ақшаңызды жоғалтып аламын деген ой болмай, толығымен білім алып және де инвестицияға бірінші қадамыңызды жасап көрсеңіз болады. Қор биржасында өзімнің ақшамды жоғалтып аламын деп инвестор болудан қорқып жүрген адамдарға алтын сырға осы біздің кеңесімізді қолдансаңыздар болады. Ойымызды қорытындылай келе, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, қазіргі таңда егер өзіңізді жетістікке жеткіңіз келсе, заманауи мамандарға, яғни заманауи білімге ие болуыңыз керек. Оның бірі ақылмен инвестициялау. Инвестициялау үшін өте үлкен қаражаттың қажеті жоқ. Сіз 1000 теңгемен де инвестиция жасап бастай аласыз. Инвестицияға уақытында назар аударған адам инфляцияға төзімді және де қосымша табысы бар, өзінің болашағын ойлаған бақытты адам болып келеді. Бүгінгі шығарылымда табысқа жеткен адамдарды биікке жетелейтін қабілеттердің бірімен бөлістік. Сіздің ойыңызша адам биікке жету үшін тағы да басқа қандай қабілет болу керек? Және де сізде 1 миллион теңге болса, қайда инвестициялар едіңіз? Ойыңызды төменге комментарийға қалдырыңыз. Себебі сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Сіздермен бірге болған мен Береке Алтаев. Келесі шығарылымда да кездескенше, бай, қуатты болыңыздар.